Так. 14 июня 2020 год. Сегодня Биташар у нас в Асенке дома. Гульджайнан Биташары. Вот главные гости. Там сейчас пойду сниму. 지금 호남 가면서 레스토랑 갈 때 жақсы болды, құтты болсын. Так, рабочий класс. Апалары нан жайып жатыр міне. Қонақтар келіп жатыр, нан Қонақтар келіп жатыр. Жанара вовсю в работе, Жанарушка моя. процессе такой. Хотим в работе. Молодцы. Так. Гар жақта қыздарды Работают сейчас мягко. Так. Кто работает, кто не работает. Кто работает, кто не работает. Привет. Доча, привет. Алайстер. Так. Кто работает? Мадина холодильник шарит. Сорвал. Так. Так. Красота. Так, здесь все кипит. Сейчас. Ay молодец. Тамаша, өте тамаша өскен. Отырғыздарды алдынан өткізіңдер. Аха. Сөз айтам деген ғой. О, Сол атпенен 20 жігіт өтіп бара жатқан кезде мынау болып барады. о, Атқа отырысы жаңа әкеден жоғалды екен де бара. Әкеден адам қалай отырса, атан солай отырады. Мясо. Виноград, яблочки. Вкусняшки. Болды, балам қайта келесі ғой, по-любому. Білесі, қолықта жөн-жосығын апам беріп кетсек бүгін ма? Так. Здесь у нас мясо кипит. Вот она. Из хозяйства. Все, ждем гостей. Желаем молодым счастья. Пусть уважают, любят друг друга всю жизнь. Уважают родителей. Жаңағы несін барын апарып кеткенде жағдарын апарып тосып, сіз жағдар керегін ашып, керегі жол болып, бізден қайтқанын олар аша берсеңіз болмай ма? Ана бар сол жаңағы келді. Сапикось писала, Сапикоська. Софина приехала, Софина. Софинка. Идем от солнца сюда. Софинушка моя, Коська моя любимая, моя сладкая. Кошка пришла. О, красивый, хороший, красивый, да? Ана молодеждің бәрі мняқты екен ғой. Ух ты. Такшки. И кошка пришла с Софишкой. Да, она звонит. Тимин қызым. Вот еще одна. Красавица. Ну-ка, доча. Вот. Вот моя доча, еще одна. Вот еще одна. Вот еще одна. Ой-бой-ой. Тесто. Здесь карта мира. Кто хочет куда поехать, карта мира? Называйте точку. О, Корея. Турция, Рикста. Миксана. Так, все в процессе. Сіздерге қалды ма? Последний. Ждем гостей. Қазір қайнап. Керамический, вот.
Қалғандарын я же раздала всем. Аида не на машине, да, тоже? Я знаю, где лежат. Соны алып келші. Что сняла? Я холодильник смотришь, сняла. Чайлар қайнап тұр ма? На улице чай интересно запить. Вот. Это все я выключу, да? Ага, выключи қайнап. Так. Вас как настроение? Нормально. Нормально? Красота. Бәке бандыры. Ет сабақтарымызды бәрін апарып аламыз да? Тез-тез Так. түсіріп жатыр. Давайте, я. Апасы бір сөз айтасыз ба? Для истории жазып қояйық. Алдиярымыз үйленіп, бет ашар жасайық деп жатырмыз. Келініміздің бетін ашайық деп жатырмыз. Құдағиымыз екеуміз таңғытқалы тынбай шапқылап жүрміз. Келесі тепшіп. Сол еңбегіміз ақталсын, 2 жас бақытты болсын, өрлі шөбірлі болсын. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Барлықтарыңыз жұғысты болсын, барлықтарың үйлерінде осындай той болсын. Амин, амин. Айтқан өзгесін тәте. Мами, для истории. Для истории. Мен анандай көп сөйлейтін адаммын, қалжыңбаспын өте. Баяғыда бір айтты ғой, ой Алла, менің де байым кеп, келінімнің күйе, қызымның да бай кеп, абида саби болдық деп. Сол сияқты Алдияр баламыз үйленіп, бәріміз абида саби болып жатырмыз. Сол балаларымыз бақытты болсын, ұстаған қолдары мәңгілік болсын. Бәріміздің үйінде осындай жақсылық болсын, артынан ерген інілері, қарындастары, үйлі болып өсіп. Ұлдарымызды ұяға қондыруға Алла несіп етсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Көрінде мына күтсін бұдағы екеміз өз чапқылап ақтыр қаратер көп жүрегі. Бәріміз аман болайық, мына коронавирустен қорқып, Алатаудың арзағына қашып кетсін. Давайте, қыздарышки. Болды, жанар, ал Алдиярымыз бақытты болсын. 2 жас. Денсаулықтары зор болсын. Апасына, әке-шешесіне тек қана жақсылықтарын көрсетсін. Самығы таудай талап берінше түйеге бақыт берсін. Бақытты болсын 2 жас. Өзің үйінде де той болсын. Екеуі бақытты болса, әке-шешесі бақытты, апасы мен атасы да бақытты, бәрі бақытты болады. Осыдай жұғысты болып, өзің үйінде де көп той Болды, жанар, Мен де келінді болайын. Амин. Жанар енді апар енді. Жанарышка. Немерен үлкені Алдияр. Сондықтан мінекей не дейді әлгі бір ақ түйенің қарны жарылды дейді ғой. Сондай бір керемет бір күн болып жатыр бүгін. Бет ашар болайын деп Алдияр келін әкеп, бәрімізді қуантып, бәрімізді осы тойға дайындап үстінде болып жатырмыз. Сол енді 2 жас бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын. Екеуі бақытты, ғұмырлы өмір сүрсін. Апа аталарына немере, шөбере сүйдірсін, шөпшек сүйдірсін. Апасы мен аталары қуанып әрқашанда өстіп тойларында жүре берсін. Барлық үйге де осындай жақсы той тілеймін. Амин, айтқаныңыз. Не айтам енді, бұрын апам өзімнің әжем Алдияр үйленгенде айтушы еді, Алдияр-ау, қашан сен үйленесің, мен сені шөбере сүйем ба деп отырушы еді мен апам. Кішкене ғана жетпей қалды шыны керекші. Сол кеше Ақбар екеміз есімізге салып, есімізге түсіріп, мен өзім жылап алдым апамды есіме түсіріп. Сол апам Алдияр-ау, қашан сен үйленесің, шөбереңді көрем ба деп айтушы еді. Енді Алла мінеке Алдияр үйленіп жатыр, апам енді о дүниеден де көріп, қолдап жатыр, енді да білем. Сол енді барлық жақсылық болсын, давай. Амин. Бақытты болсын. Рахмет жаным, амин. Так, Сырым ағамыз. Что не скажете? Для истории. Жүр үйдің артында. Игрушки там той. Жүрсің туда қошар болады. Иди. Жарко, баба. Ага, иди. Той болады. Батима, билейміз, ә? Билейміз бе? Молодым что не скажете? Алдиярларға. Алдиярлар мұндай бақыт болсын, семьяда. Армандарға ясын, алдыдеке. Жақсы семьяларда болсын. Амин. Жақсы служит қылсын. Келін сыңып кетсін машаға. Шүйге. Асқан балдардың жақсылығын көрсін, берешкісі. Все. Ждем гости. Амин. Сырым. Ал енді Алдияр батыр үйленіп
үлкендердің жолын қуып шаңырақ көтеріп жатыр екен. Енді Алдиярды өзімізді жақсы көреміз. Кішкентай кезінен бастап білеміз. Өзі сондай кішіпейіл, мейірімді, иманды, жақсы жігіт. Қызметі өсе берсін. Мына бір басы екі бас болып, екі аяғы тең болып, керегесі кең болғаны үлкен қуаныш болып жатыр. Біздің Байсейітов көшесіне Бесағаш ауылына үлкен бір жақсылық, тағы да бір шаңырақ қосылып жатса, нұр үстіне нұр ғой. Алланың нұры жауып, бүгін міне бүткіл ел жұрт болып, көрші қолаң, ағайын туыс, бауырлардың басы қосылып, бүгін міне қазір сонау беташар салт дәстүрін жасайық деп жатырмыз. Ұзағынан сүйіндіріп, ұстасқан жұптары үзілмей, махаббаттары баянды болсын. Екеуі бақытты болып, тең жастықта қартайсын деген ниеттеміз. Осы қасиетті қара шаңыраққа, Берік ағамыздың шаңырағына асықтай ұлдар келіп, инабатты жібектей қыздар келіп, өсіп өніп, немереге тоймай, рахатын қызықтап жүре берсін деп тілейміз. Жастар бақытты өмір сүре берсін. Рахмет, аумин. Тілек айтасыз ба деп айтқан для истории? Стол емес, ол несін айтасың? Столды айтамыз қазір. Жоқ, для камеры другой, басына. Сіз айтпайсыз ба? Балалар бақытты болсын. Құдалар мыңжылдық болсын. Не дейміз, алдағы құдалықын жақсы өткізейік. Бәріміз. Заманымыз тыныш болсын. Елірге заман болсын. Балалар бақытты болсын. Амин. Алдиярчика. Для истории. Не айтесің? Тілек. Тілек, балалар бақытты болсын. Тойымыз тойға оласын, беташарым құтты болып, 2 жас бақытты болсын. Болды, не айтам енді? Амин. Құдалар аман болсын. Етіміз асылып, бауырсағым пісіріліп жатсын, болды. Амин. Алдиярымыз үйленді міне. Бақытты болсын. Амин. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Жақсы бір үлкен ұлағатты семья болсын екеуі. Амин. Ата-анасына жемісін жегізсін. Бақытты болсын сағындылардың. Рахмет. Маме Селивенский. Мен сөйледім жаңа үйде барам. Надо положить? Надо вчера положить. Я там. Давай, пока я записываюсь. Чуть-чуть вот так, прям на тебя свет. А, вот так классно. Ага, давай. Я там енді 2 жас бақытты болсын. Ұстаған қолдары мәңгілік болсын, махаббаттары мәңгілік болсын. Енді 2 бастар 3 бас болсын. Ата-анасының несін ақтап, үмітін ақтап. Жақсы келін болсын. Біз келгенде біршін шай беріп тұрса болды, бізге басқа ештеме керек емес. Айтпа, рахмет. Енді мына Берік пен Әсемнің үйленіп жатыр Алдияр. Бақытты болсын балалар. Аңсаған армандарына жетсін, өмірлі шүбірлі болсын. Екеуі ақсақал сартысты болсын, бала шағасы көп болсын. Қайғылары жоқ болсын. Бір жастықта бастары картейсін. Бақыт тілеймін балаларға. Рахмет. Сіз? Өздер үйлерінде той болсын сондай. Ой, рахмет. Алдияр, мен келін балаңыз бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Аумин, айтқаным есін. Үлкен аға әпкелерінің жолдарын беріп, үлкен бір әулет болсын. Бақытты болсын балалар. Рахмет. Бүгінгі мына ниет батқан Алла Тағаланың алдында әлгі беташар тойлар құтты болсын. Иә. Екеуінің заңды бас қосулары ғой бүгінгі. Болды ма? Рахмет. Аумин. Ақша тастайды. Қаза келік. Тойларыңыз құтты болсын. Бүгін міне Бесағаш ауылына қасиетті Алғар ауданы, қасиетті Кері Бесағаш ауылына Байсейітов көшесіне сонау тағы да бір отау дүкіріп, шаңырақ көтеріліп, жаңа келін түсіп жатса, нұр үстіне нұр болып, бүгін сіздер мен біздер бас қосып, осы жастардың қуанышын қолдап, ең әуелі алтындай уақыттарыңызды бөліп, осы 2 балаға ақ тілек баталарыңызды беріп, бүгінгі қуанышымызды арнайы көріп, алыстан жақыннан келіп отырған қадамдарыңыз ырысты болсын. Осы жақсылық әр шаңыраққа, әр қазаққа жұғысты болсын деп бір қошеметтеп қояйық. Той құтты болсын.
Seni de жаратты bir Allah, seni de жаратты bir Allah. Ойымнан шығарған сөз емес, осылай жазылған Құранда. Тозаққа тастайтын bir Allah, жұмаққа бастайтын bir Allah. Ойымнан шығарған сөз емес, осылай жазылған Құранда деп беташарымызды бастауға рұқсат етіңіздер ағайындар. Bir Allah'ның атымен. Той құтты болсын. Бүгін әрбір ата-анаға баласы үйленіп, қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Қызың орын тапса, өрісің дейді. Қызың үйленсе, ырысың дейді екен. Міне бір балаларыңыз екі бала болып, бүгін қуанып, шаттанып, шаңырақ көтеріп, үлкендердің жолын қуып, осы екі бала бақытты болсын деп, көпшіліктің ақ тілегі, көптің тілегі көл болады дейді. Бүгінгі қуанышта айтылған тілек баталарымыз қабыл болып, Алдияр мен Гүлжайна көтерген шаңырақтары берік болып, ата-ананың ақ үмітін ақтап, махаббатты мәңгілік сақтап, отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын, үлгілі, өнегелі, ұрпақ елек және әуелі бәйтерек болсын деп. Bir шапалақ бүгін міне көңілім қуаныштан ағылған күн, барлығы да ортадан табылған күн, қазақтың бір ауыз қысқа сөзі ақ түйенің қарда жарылған күн. Өйткені салт дәстүр қазақта жаңа келінге келген әулетіне толықтай атадан балаға дейін таныстыру рәсімі, ол қасиетті қара домбыраны қолға алып көлдей таныстырып өту біздің маңдайымызға бұйырған екен. Олай болса, жаңа келіндеріңізді қос бірдей жеңгелерімен екі қолынан демеп, біз шапалақ ұрып, құрметтеп, қошеметтеп, ортаға шақырайық кәнекей. Айкош, ана ағаның артынан келіңдер, алдынан өтпіңдер, артынан келіңдер. Артына қарай, артына қарай. Направо. Сөргана сен кел, болып бер қарап тұрыңдар енді. Маған күнде тұрып қалған тұрсын ба деп ағаларым айтып жатыр. Біз карантин астынан бері күнде тұрып әлі көлеңке бұйырмай тұр, дегенмен де тек жақсылық болсын. Сізде көлеңкеге тұрсаң олардың данан. Осындай жастар отау тігіп шаңырақ көтеріп, ертең ұлағатты үлкен отбасыға айналып жатса, әр қазаққа, әр ата-анаға содан асқан бақыт жоқ қой. Сондықтан да жаңа келіндеріңіздің аяғы құт болсын, Алдияр мен Гүлжайна бір-біріне мәңгілік жұп болсын, жарқын болашаққа басқан қадамдар нық болсын деп, беташарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Енді жаңа келіннің қазір жаңа келінге толықтай осы үлкен әулеттің үлкендері бар, аталары, апалары бар, ағайын туыс, бауырларға дейін түгел кімнің кім екенін таныстырып өтеміз. Қос бірдей міне қасындағы жеңгелері иіліп сәлем беру керек екенін үйретесіздер жаңа келінге. Қазақтың салт дәстүрінде солай, арасында ай бәрекелді, ай еркек деп тұрғандарыңыз маған да жақсы. Осы жерде өстік, жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Bir жағы осы жерде көршіміз, bir жағы осы салауатты өмір салтына бағыттап, дұрыс бағдар көрсеткен осы Берік ағамыздың асықтай ұлы Алдияр өзіміздің қуанышымызға айналған, өзіміздің жақсы көретін еркектеріміздің бірі, салиқалы ұрпақ, иманды кішіпейіл жігіт. Сондықтан да бақытты болыңдар деп, енді қазақтың қасиетті домбырасын қолға алып, беташарымызды бастауға рұқсат етіңіз. Арасында мұсылман екенімізді көрсетіп, қазақ екенімізді көрсетіп, қол соғып, қошеметті болыңдар. Болды. Алия. Ағайын, ағайын, домбырамды қағайын, етін ашып келіннің, өрімдігін алайын, көңілімді табайын, қуанып ел көңілді, болғанына келінді.
жатыр біртіндеп, күйген бүрлеп төгілді, келді кербез тартынып, құлақ ақтау жыртынып, сырым ақын тұр міне, жүрегінде жыртынып, жұрт кеп жатыр біртіндеп, келінің көрсет жүзін деп, алма жүзің нұрланып, кірдің үйге күлімдеп, жаңбырдай жауып шашуда, көңілдер көлдей тасуда, келдің жұртқа таныстырып, бетіңді келін ашуға, үлгі қып жұртың мақтасын, келгендер күнә тақпасын, отырам деп WhatsApp'та, жолмай кірің жатқасын, таза боп ыдыс аяғың, дәмді болсын тамағың, табақ жытып шықпасын, күліп кірген қонағың. Жандарың жаз боп жүріңдер, күліңдер бірге күліңдер, жұптарың өтсін жазылмай, сыйласын өмір сүріңдер. Жайнасын көңіл жайнасын, еске алып неге айтпасын, сәлеметші келін жан, аруақтар бүгін алмасын. Жалпы осы әулеттің дүниеден өткен, өмірден озған барша аруақтарға арнайы тағзым етіп келіндеріңіздің ыстық сәлемі қабыл болсын ағайындар. Қауқар қасында тұра берсең болады, арасында кел. Сізге рұқсат. Мә балам, айдо. Има. Деп қойсаңыз. Асқар таудай атасы, қара жердің жотасы, құтты келін келді деп, қуануын қарашы, құрметтейміз атаңды, ауылға жақсы атанды, төрде тұрған келінге беремін деп батамды, айналайын келін жан, асқар таудай аталарында, иіліп тұрып арнайы, бір сәлем емес, мың сәлем болсын деп. Жанарбектей атаңыз, Абдулжандай атаңыз, Бақтиярдай атаңыз, Талғат деген атаңыз, Айбас деген атаңыз, Алмас деген атаңыз, Қайыр деген атаңыз, Тасқын деген атаңыз, Елубайдай атаңыз, Акбар деген атаңыз, және өз атаңыз, Берік қайнатаңызға, арнайы бір топ асқар таудай аталарыңызға бір сәлем. Тебірленген тереңнен, қуанышқа кенелген, жаулығындай жаныбең, кім бар артық денеңнен, балам екеу болды деп, ақыл келіп қонды деп, абзал ана жүрегі, жүрген шығар елдереп, айналайын келін жан, апаларға бір сәлем, айналайын келін жан, аналарға бір сәлем, Күлсім деген апаңыз, Орынхандай апаңыз, Мадинадай апаңыз, Оралхандай апаңыз, Гүлсағаттай апаңыз, Раушан деген апаңыз, Аяужан деген апаңыз, Жания деген, Жанна деген апаңыз, Жанар деген апаңыз, және өз ақ жаулықты енеңіз Асия әдемізге иіліп тұрып, арнайы ақ жаулықты аналарға бір шапалақ алыс елдің арасын, жақын қылған нағашы, ер жігіттің баласын, батыр қылған нағашы, айналайын келін жан, ардай нағашылар, Арқат деген нағашы, Ұшқынай деген нағашы, Алик пенен Гүлмира, Соник деген нағашы, Роза деген нағашы, Азат пенен Сахабар, Илшат пенен Аида, айналайын келін жан, бір топ нардай нағашыларға иіліп тұр сәлем. Көп жаса, көп жаса. Төрде тұрған көршілер, көршімнің бар ақысы, онда жоқ ешкім хақысы, сәлеметші келін жан,
халықтың бұл да жаршысы, айналайын Керімжан. 40 жылдық көршілер, алтындай болған көршілер. Меркеш деген көршіңіз, Айгүл деген көршіңіз, көрші апа, Гүлбақыт деген көршіңіз. Сонымен қатар судай жаңа сіп-сібежі, етикеткілер енді ашылып келе жатқан судай жаңа көршілеріміз бар. Гүләш деп айтасаңыз. Асқар ағамызбен Мадина жеңгемізге алтындай көршілеріміз. Гүләш апамызға қошемет шағына қойбай. Сейсен апа бар екен, қалқамасын. Жеңгем келді дегенге, қосып сені өлеңге, қуанып жүрген қайның бар, отырған анау төменде. Сыйласаң болар қымбатты, сөйлесе сөзі сымбатты, қайынсіңілерің жүрміне, қыз жібектей сымбатты. Айналайын Керімжан, қайындар менен қайынсіңілі, Әлия деген қайынсіңілі, Айшат деген қайынсіңілі. Айшам. Қасында тұр. Меруертпенен Фатима, Мейірбекпенен Аружан, Ақжанменен Еділбей, қайынсіңілерге бір сәлем, қайындарға мың сәлем. Жалғыздың үні шыққан ба, сіңеді сағым бұлттарға, тірлікте тіреу болатын, досқа жетер күш бар ма? Дос көңілі дос екен, бәріңді бүгін дос етем, сәлем етші Керімжан. Достарым бар топтаған, жамандыққа қоспаған, ауыл айтар демеу боп, бүгінгі тойды қоштаған. Айналайын Керімжан, атаңыздың достары, айналайын Керімжан, анаңыздың достары. Нығметпенен үміт бар, Кенжебек пен Елмира, Ғалым менен Гауһардай, ата-анаңыздың достары. Достарына арнайы бір сәлем болсын. Ду болса. Балаған сені сәніне, қоса айтқан әніне, қызықтап тұрған халықтың сәлеметші бәріне. Айналайын Керімжан, көпшілікке арнайы бір сәлем болсын. Мынау списокке, тізімге аяқ асты жазылмай қалған, әлі де келем деп кешігіп отырған, жалпы әлі бүгінгі қуанышқа тілектес, ниеттес болып отырған көпшілікке тағы бір арнайы сәлем етсеңіз. Анасы бол баланың, данасы бол даланың, гүл жайнасын жолыңда, құтты болсын қадамың. Жамандыққа жол берме, жігерленіп өргөрле, келген мынау үйіңді, өз үйіңнен кем көрме. Ай бәрекелді. Көп жаса. Айналайын. Ал енді қолдан келсе қонышынан бас дейді ғой қазақта. Орысша айтқанда если сможешь, нажми қоныш деген екен. Енді қолдан келгенше қолдау көрсетіп, жақсылыққа жолдау көрсетіп, міне қазақтың қасиетті домбырасын қолға алып, Керімге толықтай осы әулеттің кімнің кім екенін толықтай таныстырып өттік. Енді қазақта айтады ғой, келіннің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Мен енді өзім ашып, өзім ыстық болмай қойайын. Біз анда-санда келіннің қолынан шай ішетін құрметті қонақ болайық. Сондықтан да қазақ халқы ырымшыл халықпыз ғой. Ең бірінші жақын, ең бірінші ыстық адам өзінің ақ жаулықты енесі болсын деп, мен ырымдап әсет етемізді шақырайын деп тұрмын. Қаттырақ қол соғайық, құрметті ағайын. Ал келіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ақ жаулықтың бір жағын ұстаңыз. Менің қолым емес, пайғамбардың қолы. Ал. Ашыңыз. Маңдайынан ескеріп болады. Ал, ұзағынан сүйіндірсін. Балалар бақытты болсын. Фотографтар суретке түсіріңіздер.
Міне беті ашылды, Фото снимайте, Гүлмира. Келіп, апалары құттай берсеңіздер болады. Onlar balım. Halalı çağalı ürlü çöbürler. Bak Türkön semeye bulunlar. Келіннің де аты айналып кетейін, керемет тамаша екен. Гүл жайна. Гүлдей жайнай берсін. Осы қасиетті қара шаңырақтың қазаны қайнай берсін. Әрқашанда сізі ашық, көңілі жарқын, өзімнің інішегім Алдияр батыр шаңырақ көтеріп, отау тігіп жатса, бүгін міне қосағымен қосағарып, ұстасқан жұптары үзілмесін, еш жамандықтары ешқашанда білінбесін. Осы екі баланың арқасында шаңыраққа нәрестенің үні естіліп, ата апасы мәңгілік болашаққа немерелерімен күлімдесін. Ал енді қос бірдей жеңгелер сіздерге де мыңда бір алғыс, сіздерге де рұқсат. Келінді екі қолынан демеп, ақ отауға алып кетсеңіздер болады. Той құтты болсын, келін құтты болсын. Ал енді құрметті көпшілік, құрметті көрші қолаң ағайын туыс бауырлар, Асқар таудай сақалы мен сән беріп, мақал мен мән беріп отырған ағаларымыз, аталарымыз бар. Ақ жаулығы желбіреп, ет жүрегі елжіреп келіп отырған аналарымыз бар екен. Енді қош келдіңіздер. Сіздерге де осындай той, жақсылық, жұғысты болсын. Келін алмағандар, келін алыңыздар. Қыз ұзатпағандар, қыз ұзатыңыздар. Жер алмағандар, жер алыңыздар. Үй салмағандар, үй салыңыздар. Маған қатты қол соққан кісілер аяқ асты кредиттерінен құтылып кетсін. Рахмет көңілдеріңізге. Ал енді олай болса, сіздерге арнайы дайындалған дастархан дайын. Ішке кіріп, мынау қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой. Келінің боталы болсын, дастарханың баталы болсын. Сол баталы ақ дастарханға ортақтасып, қазір жүрек жарда ықыласымызды білдіріп, мынау ата-ананың ақ тілегі, ақ батасы, балаға тілеген батасы қайтарылмайды, қабыл болады. Сол сіздердің ақ тілек баталарыңызбен осы жастар көктеп, көгеріп, өсіп, өне берсін, жас ұрпақ немере шаңырақтарыңызға келе берсін. Винтик алайсың. Ал төрлетіңіздер, келіңіз. Тоғадан түстерді тек столға қарай жайғаса берсін, кіргізін. Давай, бастаңыз. Кеңіз, көрші. Көршілер бастан, көршілер, кеңдер. Кірің апшыка. Кіріңдер. Интизарку отдайте Козлова. Красавчик. Тихонек. Маған надо вас сфотать двоих. Чем звук? Я жақын Hocam.
Al endi Aslana yangan almadım ben tağayın. Bu endi Ektim kocası. Mынау қарап тұрсақ, әрқайсымыз ұл өсіріп, қыз өсіріп, ұлағатты ол инабатты қыз тәрбиелеп, осы қасиетті қара шаңырақтың төріне келіп, осы жақсылыққа арнайы уақыттарыңызды бөліп, ортақтас болып, тағы да ниеттес болып отқан адамдарыңыз құт болып, Алланың нұры жаусын, гүл бітсін, жүректеріңізге жыр бітсін, көптің тілеуі қабыл болып, Алдияр мен Гүлжайна келініміздің маңдайына Алладан келген нұр бітсін деген. Енді жақсы сөз жарымыз қой. Қазақ халқы қойға жақсылыққа барса, сөйлейміз деп барады. Әр елдің саз басқа, иттері қара қасқа дейді. Өзбектер тойға барса, ойнаймыз деп барады. Қырғыздар тойға барса, арлаймыз, жырлаймыз, ән саламыз деп. Қазақтар тойға барса, сөйлейміз деп барады. Сөз бермесеңіз әуелі, ұмытып кетсеңіз, ренжіп, үйінен әкелген подаркасын әкетіп жететін қазақтар да болады. Енді дегенмен де бұл жақсылық, бәрімізге ортақ тілек айту, сөз сөйлеуде сынақ бұл, жүйелі сөз жүректерге ұнақ. Бүгінгі қуанышта қос балаға тілек айтылса, сол тілектің мазмұнына құлақ түрді. Енді жақсы сөз жарым бір істеп, осы жерде үлкен асқардауда аналары отыр, сол кісілердің аналары отыр, апалары. Сол кісілердің бір ауыз ақ тілегіне құлақ түрсек, ақ ниеттің көшін бастап, тілек ниетімізді растап, бір шапалақ ұрып, аға өздеріңіз тұрады. Қымыз анамызда шайдың. Алдияр баламыз бүгін тәрбиемізді қуантты. Тілетіміз не? Сол екі жасқа бақыт тілейміз. Бақыт болсын, аңсаған армандарына жетсін. Осы беріккен әсемендеріне жемістерін жегіскен аталарына, апаларына солардың жақсылығыны көрейік. Жақсы семьядан болсын. Барлық парақтарыңызға осындай жақсылықтарда жақсылық бола берсін, жақсылықтарда кездесейік. Осындай жақсылықтардың заманымыз тыныш болсын. Тойымыздың мынау басталысы енді аяғыны жақсы бітіреміз деп ойлаймыз енді. Бітіргенше осы барлықтарыңыз деп көршілер рахмет келіп жатыр. Кеше алдың күннен тартып барлықтарыңызға рахмет. Арты жақсы болсын тойының. Құдалар мың жылдық болсын, осы келін сынып кетсін. Мен бетін ашқан келін кетпейді. Мәңгіріп болады. Жақсылықтар жаңғырып тұрсын. Айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерді қардаймаңыздар. Жақсылықтарын зорлаймасын. Осы ұл мен келіннің жақсылығын көріп, қуанышын тойлап, рахатына тоймай жүре беріңіздер. Бақытты өмір сүре беріңіздер. Ал енді ары қарай жалғастырып міне. Құдағи Siz aytır verdiniz. Mamam, dalada. Ben aytım. Apası otur. Ya, apalar otur benim bana жақта. Бірауыз тілек айтып қойыңыздар. Немерemiz Алдиярымыз үйленіп, бір басы екеу болып. Бүгін үлкен мереке, үлкен той. Ақ түйенің қарны жағылған күн бүгін. Бұдан артық қуаныш жоқ шығар деп ойлаймын.
Қуаныштан жүрегіміз жарылайын деп тұр. Осы тойға келгендеріңізге, қуанышымызға ортақтасқандарыңызға, барлықтарыңызға, Беріктің көршілері, менің қайындарым, құдаларым, құдағиым, абысындарым, келіндерім, барлықтарыңызға, түгел балаларым, қыздарым, ұлдарым, барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Барлықтарыңыздың үйлерінде осындай той болсын. Осы той сіздерге де жұғысты болсын. Дастархандарыңыз тек қана тойға, қуанышқа ғана жайыла берсін. Беріктің үйінде де осындай той бола берсін. Тойдан тойға жете берсін. Арман мұраттарына жетсін. Екі жас бақытты болсын. Бірін-бірі сыйласын, ынтымақты, жақсы отбасы болсын. Үлгілі өнегелі отбасы болсын. Шіркін-ай, Алдиярның отбасы қандай деп тамсанатындай керемет отбасы болсын. Соны тілеймін. Өбірлі шүбірлі бақытты болсын. Бізге тезірек шөбере сүйгізсін. Шөберемізді сүйгіміз келеді, атасы екеуміз. Екі жағына жетелеп жүргіміз келеді. Қуаныштың көз жасы ғой, енді кешіріңіздер. Соған жеткізсін. Соған жеткізсін. Барлықтарыңызға үлкен зор денсаулық, үлкен бақыт тілеймін. Қуаныштан қуанышқа жете беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына коронавирус деген бәле жеті қалып жердің астына кетсін. Карантин болмасын. Карантинде отырып әбден жалығып кетті. Карантин деген бәле құрысын. Коронавирусы құрысын. Тек жақсылық болсын. Ворота закрой, ключи поставь. Чай дал им? Тойлап, қуаныштан жайнап жүріңіздер барлықтарыңыз. Чай дал, говорите. Аман болыңыздар, барлығымыз аман болайық. Потом пускай идет, там суши есть. Бейбітшілігіміз мәңгілік болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Амин. Айтқанымыз келсін. Сол қуаныштарға аман есен төрт көзіміз түгел жете берейік. Сіздердің де өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ұл қыздарыңыз жанып тұрған шырақ болсын. Әрдайым жақсылыққа тұрақ болсын. Енді шөбереден шөбере көріп, шаңырақтарыңыз берекелі жұмақ болсын. Аумин. Міне, жақсы жарымыз деген осы. Жақсы жаназығы дейді. Көпшіліктің тілегі қабыл болып, періштенің құлағына шалынып, жайылығына дастархан тек қана осындай қуанышқа, жақсылыққа жайыла берсін. Енді бүткіл дүниенің жақсылығы бірінші Алла, екінші Асқар-таудай әкемен Ақжаулықта аналарымыздың арқасы ғой. Сол сіздер қартаймаңыздар, ұзақ ғұмырлы болыңыздар. Осындай той қуанышымыздың төрінде бата беріп, ол қыз немере шөберенің рахатын тойып, жақсылығына тоймай, бақытты ғұмыр кешуге Алла нәсіп етсін дегіміз келеді. Енді атаның әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді. Міне Асқар-таудай әкесінің, Ақжаулықта анасының тәлім тәрбиесін көрген, ол да қыз да жаман болмайды. Алдияр өзі сондай кіші пейіл, өзі алыстан көрседе жүгіріп келіп амандасып, өз кішкентай бала кезінде сондай болады. Баяғыда 90-шы жылдардың ортасында осы жерде новостройка болған болады. Бұл жердегі қазіргідей үйлер көше жоқ, айналдырған 5-6 үй болады. Ол кезде біз кішкентай баламыз мектепте жүрген. Жаңағы салауатты өмір салтына спортқа тәрбиелеп, жаңағы Берік ағамыздың алдына келіп спорттан біраз не қылған болатынбыз. Өйткені ана жақтан мұны жақта көшіп қонып жүргеннен кейін мектепте жаңағы кішігірім дедовщина деген болады. Балалар жабылып кетеді. Сондайға кішкене Берік ағамыз мен алғаш көрген күннен бастап сен болмай тұрған бұрыс дейсің. Бізде нағыз бұрыс дей жасаймыз деп, айналдырған бір аз уақыттың ішінде нағыз қасқыр болып шыққанбыз. Енді өзі спорттың қас шебері, міне алдыңғы буынға ағаларымыз отыр қайрағанбыз. Бір қол соғып қойсаңыздар болады. Алла разы болсын. Ал енді мына үлкен Ақтасқанымыздың үлкен асы да дайын екен. Мынау етімізді. Баталайын, кел.
Amin dеңіз. Amin. Allah amandығын берсін, құт берекесін берсін, бала-шағалар аман болып, денсаулықтары мықты болып, үйлеріңіз әрқашанда тойға оласын, олар бақытты болсын, саған арманда жете берсін. Amin. Önce kışkını kamerayla bir takım cevaplarsan bile. Sakala sabahları o doğası bir bölge. O bak, o var şimdi. Geldi bu taraf. Gelip otur bakalım. Hoş geldin. Жақын қойып алыңыз иә. Ой, рахмет. Турап тұрып жүрмейсің. Пышақ береді ма? Пышақ керек екен, ә? Міне пышақ берді. Неше бір бәкі жасап салды. Вот сюда, Гумир. Бәкі сап қой көресің. Ол емесе. Мен айтып Қазір келеді. Иә, қазір. Ане, мұнда. Отыра қой балам, жеу. Қайыр екен бұл. Сіздер келсеңіздер қойып. Отыра беріңіз. Класстар түсіріп алайын. Кто работает? Молодцы. Ой, Аида заработает. Аида работает так. О, Саха работает. Как девчат. О, Аля работает. Аля колу пьет. Микоська моя. Сейчас там жер работа четки. Чур алдер. Вот тоже работает. Чур кыр. Көче. Дегенменде мынау ақ тілекке жалғап, жүрекке жалғап, осы жерде құда-құдағилар бар, Алдиярдың апалары бар. Сол кісілер бір ауыз тілек айтып отырыңыздар. Siz болмадыңыз құда. Мен қазанда жүрдім. Өзім қазанды қатты жақсы көрдім. Қазанда қимай сияқты шықтадым. Не деймін, құрметті тәжірибелер. Міне бүгін Ақтөбенің қарын жарылған күн. Кішкентай Алдиярым есейдім, бүгін азамат болып оқуын жақсы бітіріп, жұмысына орналасып, енді міне семья құрып құсын қолына қондырып отыр. Қол қондырған құсы менің өмірліктері ұзақ болып, ұстаған қолдары мәңгілік болып, үбірлі-шүбірлі, бір бақытты, үлкен, әулетті, үлкен семья болсын деп тілейміз. Өмір жастары ұзақ болсын, не армандаса сол армандары орындалсын, армандары қабыл болсын. Солардың тілеушісі, біздер аман болайық, сіздер аман болыңыздар. Бәріміз осындай ақ дастархан басында, қуанышты, той дастарханның үстінде аман сау кездесіп, ендігі жылы осы уақытта бір кішкентай шілдехананың несіменен куәсі болып, өстіп жүрілдеп отыруға Алла бізге несіп етсін. Балалардың оқуларын бітіріп алсақ қыздар, ұстаған қолдары мәңгілік болып айтып жатырмын келінге.
Военныйдың әйелі болу қиын балам. Сен әбден ойланып келдің ба десем ойландым дейді. Ойлансаң, всегда подставляет плечо алдиярға. Сонда семьяң мықты болады. Берік болады бәрі. Деп жатырмын. Военный ғой, әбден болып келе жатырмын. Сол бәріміз аман сау болайық, аспанымыз ашық болсын, деніміз сау болсын. Жаңа айтып кеттім бір арада, коронавирус бізден қорқып Алатаудың ар жағына асып кетті. Сол, бақытты болыңыздар. Сіздер де өстіп бала-шағаларыңыздың қызығын қызықтап, жақсылықтан тұрған басында өстіп күліп ойнап отырыңыздар. Ай, бәрекелді. Айтқаныңыз келсін. Аумин. Міне, жаңа апамыз айтып отыр. Бұл аты жаман ауру. Бұндай енді уақытша сынақ шығарып. Әр қиындықтың соңында үлкен жақсылығымен келеді дейді. Сондықтан да арты жақсы болып, ешқандай аты жаман ауруда, карантинде болмасын. Алла тағала осындай жақсы ұрпақты қолдасын. Сонау ақтеп бата беріп отырған аналар, әкелер, сіздер аман болып, істегеніміз әрдайым жақсы амал болып, сыйластарыңыз бұзылмайтын қамал болып, көптің тілеуі қабыл болып, ертең осы шаңырақта шілдехана бесік тойды тойлайтын заман болсын. Жақсы сөз жарым ырыс деген. Енді ары қарай жақсы тілегімізді жалғастырып отырайық. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді ғой. Кезінде Абай Құнанбаев атамыздың өзі айтып кеткен, махаббатсыз дүние бос деп. Бүгінгі қуанышымыздың өзі, міне төрт көзіміз түгел, заманымыз кең, арқа жарқа болып, жақсылығымызды жаңғыртып, жамандығымызды жасырып, тілегімізді айтып, жүрек жарды ниетімізді білдіріп, жастарға бата беріп жатсақ, қандай бұл нұр үстіне нұр ғой. Сондықтан да ақ тілек ары қарай жалғастырып, міне ата бар отыр осы жерде. Мама не продает. Сіздер сөйлеңіздер. Қайыр ағамыз бар. Алмасамыз. Başka sevimleri. Al-Mahkam Cemaat, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah. Бүгінгі баламыздың есік, дүниенің есігін ашты, ұзақ жолға сапар шегіп бара жатыр. Енді соның бір бөлігі осы жанына өзінің жарын тауып, осы өмірге лайықты өмір сүруге таңдап жарын тауып, үйге әкеп Ақбосағадан кіргізіп, әке-шешесінің келген қонақтардың, ағайын туыстың, ағаларының, тәтелерінің батасын алайын деп ниет қойды. Сол ниет енді қабыл болсын баламыздың. Алла жары болсын. Екі дүниенің де қызығын көрсін. Дейміз, бақытты, жақсы ғұмыр кешсін. Махаббаттары молынан болсын, екеуі қол ұстасып өтсін. Дәулетінің бала-шағаларына соны тілеймін. Заманымыз тыныш болып, халқымыз ел-жұртымыз аман болсын. Осы атасы мен апасына шөберелерін сүйгізіп, солардың дұғаларын алып, бақытты Қазақстанымыздың мақтаулы бір азаматшылары болсын. Енді мен әйелім сөйлейді. Біріншіден мынау әлемнің жаратушы Раббымыз бізді жоқтан бар болушы Алла тағалаға осы мақтаулы пайғамбар жолдары отбасын Алланың еліне сәлем болсын. Енді бүгінгі жиналысымыздың себебі мінекей аға тәте немене келіндеріміз құтты болсын. Тағдары жерде енді Алла тағаланың
бала деген Алланың сыйы дейді. Сол сыйды кәмелет жасқа келтіріп дейді, соның бір жақсылығын көруді нәсіп етсін деп екен ай. Сен қайнененің топырағынан деп кейін өзіңнен алмайды екен. Аллаға шүкір, бұл жақсы отбасы болуына мен сенемін. Алланың қалауы. Бұл жаңағы ислами тәрбиенің өзі ол бір басқа шынын айтсам. Сол мінекей ол исламдағы әйел деген ол еркекті қалай құрметтеу, ата-ананың разылығы дегенді білетін адам ол. Сол үшін өмірде қанша бай адам бақытты болам десе де, ата-ананың разылығы болмаса, ол адам бақытсыз. Сол үшін бұл өмірде ол дүниенің де орны бар ғой, Алла тағала дүние жинама демейді, дүние жина дейді, бірақ жүрекпен сүйме дейді. Ал иман деген ол Алла қалаған құлына береді. Мінекей, имани, ислами отбасы болатынына мен Алланың қалауына сенемін. Алдияр балам осы ата-ананың разылығын алып, әже апаларың отыр. Енді балаң тәрбиелі болсын десең жақсы жар ізде деп айтады ғой. Келіннің түрі жылыған түңілме дейді. Келін сондай өзіме ұнады. Сол Алла қаласа осы әке шеше, әже атам сияқты бір салихалы отбасы болуын нәсіп етсін. Әрқашан осы ата-аналарының разылығы болсын. Дүние табылады ол, дүниені Алла тағала бере береді бәріне. Дүниеде шектеу жоқ ол. Дүниенің дейді бір шыбынның қанаты құрлы пайдасы болатын болса дейді, Алла тағала кәпірлерге бір жұтым су бермесе дейді. Сол үшін ол дүние деген Алланың қалауымен бұл дүниеде керек жарық бәрінде бар, Құдайға шүкір. Бірақ мынау ислами отбасы болу, ата-ананың разылығын алу бұл басқа. Алланы бар деп бір деп білгеннен кейін екінші орында ата-ананың разылығы тұр. Үшіншіден мына туыстық қарым-қатынас дейді. Ертең біздің сұралатын нәрсеміз осы да. Жасыңның ұзартқың келсе дейді, ата-ананың разылығын ал дейді. Ризық несібен көбейсін десең туыстық қарым-қатынас түзбе дейді. Сол үшін осы екі нәрсені білген адам адаспайды да, ол Алла тағала өз жолын ашып қояды. Сол мінекей Алла қалап мінекей бір салихалы отбасы болып меніңше айтып отыр ғой. Келесі жылы бір шілдехана тойда жолығайық, соның куәсі болайық. Осы үлкендердің жолын берсін. Бата деген ол батаменен жер көгереді деп, ел көгереді деп айту бекер емес ол. Қазір халық айтса халық айтпайды деп біздің қазақтың өзінде қаншама осы мақал мәтелдер бар. Оның бәрі айналып келгенде шариғаттан, исламнан алынған. Бізді де тәрбиеледі ғой, кешеміз ұят болады. Мынаны бетпе, мынаны сөйтпе деп сол құлағымызға құйылған, оның өзі иман екен. Иман деген ол әр ұяттың өзі имандылықтың белгісі дейді. Адамның намысы әр ұят болса, оның өзі имандылықтың белгісі дейді. Сол сияқты мына ата-аналарымды құрметтеп, жаңағы келіннің жәннатқа кіргің келсе, ата-анаңды құрметте дейді ғой. Ер адамның жәннаты әке шешесі дейді, әйелдің жәннаты күйеуі дейді. Сол сияқты осы мінекей жәннат деген қаншама жәннат отыр алдыңда, осы кісілердің разылығын ал. Пайғамбарлардың кезінде бала көп болған пайғамбарларда, 15-тен, 20-дан, 30-дан болған. Сонда балалары соғыс кезі ғой, сонда балалары қайтыс болса, уайымдамайды екен ата-анасы. Әкесі не шешесі қайтыс болса, жылайды екен, бір жәннаттың есігі жабылды ғой деп. Сол сияқты жәннаттың 8 есігі ашық тұр. Сол ата-ананың разылығын алып, салихалы отбасы болып нәсіп етсін. Кешенде отырған баршаларымызға осы Алланың қалауыменен қазір болып жатқан нәрсенің бәрінде қатты айтпаңыздар, ол Алланың сынағы негізі. Алланың сынағына қарсы шағым айтуға болмайды негізінде. Бұл нәрсе адамның қолынан келіп жатқан емес, бір вируспенен бүкіл дүние жүзін тізе бүктіріп қойды. Бірақ қаншама байлар бар, қаншама ақшасы қалтаға толы, қанша басында үйі бар, қанша бір масловы мәшіне мініп жүрсе, ешкімнің қолында ештеңе келіп жатқан жоқ. Сол үшін ол Алланың қалауы, Алланың әрбір берген нәрсесіне шүкірлік етіп, мақтау айтып үйренейік. Шағым дұрыс емес, Аллаға қарсы келгенмен тең дейді. Сол үшін бір жеріміз ауырып қалса да шағымдануға болмайды. Өйткені ауру да Алладан. Сүйген құлым анда-санда ауру жіберіп тұрамын деп.
сол сияқты алла тағала осы сынағымыздан төрт көзімізді түгел аман есен өтіп осы жаңағы осындай енді қазақ тойсыз болмайды ғой. Қазақ тойсыз екі ай үш ай отырып іштері пісіп кетті, шынын айтсақ. Осы тойымыз көп болсын. Осындай той әр отбасында болсын. Қыз ұзатып, келін түсіріп, жаңағындай қандай сұлу жігіт мінекей. Алла тағала жолында ақ қылсын, жұмысың жемісті болсын, бала шағаң көп болсын. Осы ағайын туыстың, әке шеше, ата ананың разылығын алып, бір жақсы семья болуына тілектеспін. Алла баршамыздан разы болсын, барлықтарымыздың жүректеріңізге иман байлығын тілеймін. Ең бастысы денсаулықты, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Көрген бала шағаларыңыздың қызығын көріп, ислами жаңағы тәрбие беріп, сол ислами отбасы болуы нәсіп етсін баршамызға. Өйткені біздің қайтатын жеріміз қай жер? Бәрі Алланың алды. Ешкім Алланың алдына бармаймын деген адам жоқ. Бір қайтатын күніміз келеді. Үлкен ба, кіші ма, жасқа қарамайды ажал деген. Сол ажал аялдамасы келмей тұрып, маңдайларымыз сәждеге тиіп, Алланың тыйыл дегеннен тыйылып, парыз еткен нәрсені орындайтын бір құлдардан болайық. Өйткені біз бұл дүниеде кім оқу бітіреді, тест тапсырып оқуға түседі, кім жұмыс істейді, жылдың аяғында отчет береді. Бәрі дұрыс па? Бәрі жерде. Біз ертең тәннің осы дүниеде біз қанша өмір сүрдік, соның отчетін Алланың алдында береміз. Ол хақ. Алланың сөзі де рас, өзі де рас. Сол үшін Алла тағаланың жаңағы айтқан тура жолына түсуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла баршамыздан разы болсын, Алла разы болатын амалымыз көп болсын. Баршаларымыз бақытты отбасы болуларыңыз нәсіп етсін. Екі жас бақытты болсын. Ұстаздан шәкірт тозады деген міне шәкірт. Келіміз құтты болсын, шаңырақтары биік, осағадар берік, жолдар ақ болсын, махаббаттарың баянды болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, бірлі шүбірлі, жақсы отбасы болыңдар, соны тілеймін. Заманымыз тыныш болсын, осындай, осы үйде қуаныш көп болсын, қуанышты бөлісіп келе берейік. Баршаларыңызға да осындай қуаныш тілеймін, келін түсіріңіздер, қыз ұзатыңыздар. Заманымыз тыныш болсын, жаңағы айтып жатыр ғой, коронавирус. Соңғысы болсын, коронавирусты. Біраз сөздер айтайын деп едім, күләш айтып тастады. Менің алдында сөйлейді де, бәрін айтып тастайды. Рахмет, аумин. Қайным ғой екеуі де. Söylüyorsun, bir götürüp böyle oldu. Тоқтатылмайды дейді ғой. Мына бірінші адам жаңағы ілім берген болса, осы тірі кезінде ілім берген болса, екінші амал тоқтатылмайды, садақа берген болса. Садақаның өзі екі түрге бөлінеді. Құпия садақа, жария садақа. Құпия садақа ол сіздің барып мешітке берген садақаңыз, жария садақа ол жаңағы мәйітке Құран бағыштап ас беру, жылым беру, 10 жылдан кейін жаңағы арнайы өлдерге жаңағы риза болсын деп ел-жұртқа сауап ретінде жаңағы ас беру, жария садақа. Үшінші, сол адамның артынан ерген ұрын-бұтағы, тұяғы, ұлы, қызы, ұрпағы Құран бағыштап дұға жасаса деген ұғым бар ғой. Енді сол жаңағы мына жерде есіме түсіп кетті, ұстаз да бар, шәкірт те бар деген. Осы жерде үлкен сауапқа ие адамдар да бар екен. Жаңағы әдеміз айтты, шәкірт еді. Ұстазы кім болды деп сұрарсақ, жаңағы қайрағымыз еді. Енді мына өмірде үш нәрсе тоқтатылмайды дейді ғой. Бірінші, мәйітті жерлеу асығу керек дейді. Кейде болады анау, ойбай алыстан құдам келсін, 2 күн күте тұрыңыздар, құда қиын келсін деп, ол дұрыс емес екен. Екінші, ол бала ер жетіп,
болмаса қыз бала бой жетіп теңі табылса үйленуге шарт болып есептеледі. Кейде болады жаңағы ой атамның жылы өтіп кетсін, апамның жылы өтіп кетсін, қоя тұрыңдар деп тоқтауға болмайды екен. Өйткені ол теңі табылса үйлену парыз, жаңағы Алладан ғой бәрі. Үшінші кірген намазды. Жаңағы дәдем міне қандай мәнді мағыналы жас ұрпаққа үлгі болатындай жақсы ұлағатты әңгіме айтып отырсыз. Алла разы болсын. Сіздердің де осындай қуаныштарыңыз жайылған дастархан тек қана жақсылыққа жайылып, әр қазақтың үйінде салиқалы, иманды ұрпақ өсіп келе берсін деп тілеймін. Енді ары қарай жақсы сөз жарымыз қайырға жол деймін. Қайырға келсеге. Ал жалғастыра беріңіз. Бөле жарымай ағамыз. Енді құрметті ағайын туыс, көршілері, Әсем, Берік Әсем, түсіріп атқан келіндерің құтты болсын, бақытты болсын балалар, еңбектер жемісті болсын, биіктен көріне берсін, дастархандарыңыз осындай бәрліктеріңіз мол болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, барлықтарыңыздың бар жақсылықтар болсын. Амин. Ал, сөйлеңіздер. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Баршаңызға амандық тілеймін Алладан. Және аталарынан бастасам деп тұрмын. Бүгін сіздердің қуаныш мынау. Сіздердің ұрпақтарыңыздың отбасының көбеюі, ол жаңғы сіздердікі емес, жалпы біздің бүкіл елдікі. Біздің отанымыз бүгін бір отбасынан көбейіп жатыр. Бәрімізге құтты болсын сол. Баршамызға жосты болсын. Жаратушы Аллам осы жаңа отбасына ақ-берекесін аямасын. Біздің енді Берік өзі бір туған бауырым сияқты жақын қарым-қатынаста өсті мысалы. Беріктің тәрбиесін алған осы ауылда осы ауылдың 10% бала шағасы Беріктің тәрбиесінде өсіп жатыр. Иншалла бұл шәкірттерімнің де жеміс алдыда. Саған айтарым айтып еңбек етеді. Жеміс жақында болады. Ал енді Алдияр баламыз бақытты болсын. Енді алдыға қойған мақсатыңа жет балам. Ешқандай қиындығың болмасын. Сүйген жарыңды тапқан екенсің. Оны енді өміріңде сені қалай әке-шешең ренжітпей бағытқа өсірді. Ол да бір күн сондай еркелетіп өсірген қызы ғой. Соны ары қаратай еркелетіп бағытқа саған аманат ой. Алладан бұйырып берілді. Біреулер айтады, ол қатын деген ол құлды, ол олай емес дейді. Ол сенің сүйген жарың, жүрегіңнің жаршысы. Ішінде болсын ол. Өмірде екеуің бір-біріңді 2 сағат көрмесең сағынатындай Аллам махаббат жасасын. Қиындықтарың болмаса ешқандай. Осы өмірде бір қатар құстай әдемі шығатындар. Бақытты болыңдар. Алланың сүйікті отбасы болуды сіздерге нәсіп етсін. Артарыңнан салиқалы ұрпақтарың көп болсын. Спорттың, білімнің, өнердің, әр саланың шеберлері сендердің отбасынан халқымызға тарай берсін. Келін ата-енесін сыйласын, сен қайын жұртыңды өз жұртың деп таны. Сонда сіздердің бүткіл әулетте татушылық, бірлік, бақыт-береке орнайды. Соған себепкер болатын сендер. Бүгінгі ағайынның қалай жиналып отыр. Осылардың бәрінде бос уақыттарында болғанда үйлеріне барып, бір шағын шай ішіп, олардың бәрін қолдарынан келгенде дастархан жайып шақырып, қарым-қатынасты үзбей, мықты байланыста болайық. Бәрімізге бәр енді жеке отбасы болғасын, келін сенің тас қабағына қарайды. Ешқандай қонаққа жақтырмау мінез көрсетпей, қандай ашуы болсаң да сабырмен қарсы ал. Осындай бір үлгі сөзімді саған аманат етіп қалдырғым келді. Бақытты бол,
Barшаңызда Алла жар болсын. Қазақ елімізде шаңырағымыз ешқашан шайқалмасын. Көк байрағымыз мәңгі желбіреп бақытты ел болайық. Бізде жақсы жарымырыс деп жаңа асаба бауырым айтып жатыр ғой. Мен әзілдеймін, 2 рет айтыңдар сонда ол толық ырыс болады деп. Және бізде қазақ атамызда бізде өсиет етіп, тәрбие беріп кеткен бізге жаманның атын атама деп. Қасқырдың өзін ит түстеп қана айтатын, мамам айтады. Атын атасаң не қылады дейді, ол келеді дейді. Бір жақсы затты көрсе біреулер айтады, мынау жынды екен деп. Ол жаман тәрбие, ол жынның аты. Оны атасаң ол жаған келіп кіреді. Періштен сені қорғай алмайды, мен шақырды деп айтады. Сол сияқты мына жаңағы індет аурудың да атын атауды қояйық. Бұл керек емес. Керек қой бізге. Керек жоқ болса оны атамаңдар. Мынандай көңіл көтеріп, той болып, қуаныш болып жатқанда жаман заттарды атамайық. Осыдан ары қарата тілекте оны қоспай-ақ қойыңыздаршы. Қажет емес ол. Біз тек жақсыны айтайық, болашаққа жақсы тілектейік. Бәріміздің тілеуіміз жақсы болса, көл болады. Мысалы, тасаттық беріп, 200 адам шығып, дұға жасағанда жаңбыр жауғызады, оялғы. Жауғызады. Сол сияқты әр нәрсеміз сөйтіп осындай көпшілікті айтқанда ол қабыл болады. Сондықтан бәріміз бір ауыздан Алдиярдың болашағы бақытты болсын деп аумин дейік. Жаңадан қосылып отырған, жаңадан дәмдес, тұздас болып, аралас, құралас болып, қоян қолтық аралас, сыйлас болып білеткен көршілеріміз бар. Міне ақ жауыз апаларымыз отыр. Сіздер де бір ауыз баталарыңызды беріңіздер. Тек айтыңыздар. Аға, бастайық. Қайнаға боласың, қайнаға. Осындай үлкен дастарханда қуанышта келесіне берейік. Әркім үйлеріңізде Бағадан бері айтып жаңадан көшкен тасталындағы жаңадан көшкен свежий көшкеніміз енді осы дастарханға дәл сіздес болып мына осындай тойда қуанышта келіп отырмыз. Осындай арасында тойға басып қуаныштар көп болсын осында. Осы келген түскен келіннен аяғы құтты болып, еліне елеуді қалпына қалалды бір инабатты келді болсын. Осы жерде тастай батып судай сіңсін осы үйге. Осы тамшы самында дүниеде көрші шындық айтады, ең жақын, туыстан да жақын көрші. Бізден болып болса ең бірінші көршімізге жүргенесі ойлар, көрші осылай деп. Енді тек қана жақсылық болсын, көршілеріміз бәрі осы жердегі жиналған қауымның бәрі отбасында тек қана той болсын, жақсылық болсын, тойдан тойға басып, осы балам бақытты болсын, Алла бармақтай бақ берсін, балам жортқанда жолдары күндері сәтті болсын. Сол жақсылықта басымыз қосыла берсін. Бірақ сөйлеп тастайық. Енді ана бірінші үй алма көрші ал дейді. Бізде көшіп келгелі 2 жыл болады. Осы келгелі бері қарай берікпен, әсеммен, жүздер жылы араласып, құраласып, мына сырым, одан мына кісілермен, одан биыл мына кісілермен көрші болып өзіміз жаңадан қоныстанып жатқан жайымыз бар. Бірінші енді жаңа көрші ақысы, тәңір ақысы деп, мына берікпен, әсемнің әке-шешелері бар, 4 көз түгелі, ең жақсы. Сол, сен кішкентай Алдияр балам, атында өзі затыңа сай екен. Сол осы 4 атана аман болсын. Олардың қасында Берік пен Әсем де бақытты. Оның қасында сен де Гүлжайна екеуі бақыттысыңдар. Сондықтан 4 көздеріңіз түгел болсын. Бүгін қондырған құсың құтты болсын, денің сау болсын. Мына үлкендердің батасын алып, үлкен дастархан жайып, бәріміз шақырып отыр екенсіздер. Мына көп тілеу көл деп бәріміздің тілегіміз біреу-ақ қой. Осы балаларымыз бақытты болсын деген. Сондықтан осы жерде отырған барлығымыздың жақсы жолдарымызды осыларға берсін. Жаңағына 2 нәрседен қателеспе дейді ғой. Бірінші мамандық таңдаудан, екінші жар таңдаудан. Ол мамандықты өзің қаладың.
жарыңды да өзің қаладың, иә? Сондықтан сен қателескен жоқсың. Мына жолың ашық болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, жаңа алдыңнан ақ күн тусын, жаңа айтқан тілектеріміздің бәрі Алланың құлағына шалынып, әумин десін. Мына әсем, сен өзің әсемсің, келінің гүлжайна ана орталарында берік тұр. Сондықтан деген тастай бұл. Сондықтан дұрыс бала шағалардың барлығы жақсы. Мен баланы көп көрмеппін. Көріп не қылып жатыр мана? Жақсы, балалардың бәрі тіл көз болмасын, жақсы, себебі ата-аналардың жақсы. Мына кісілермен міне 2-3 рет дастархандас болдық. Апасы анау отырған отырса, атасы анау. Мына кісі мынау, мына кісі кішкене билеп не қылады екен мына жерде, бәрін жөндеп. Енді біреу түрегеп жөндеу керек қой енді. Енді өз апасы өзі оқиды тыныш. Мұнан ағаш апасы. Деп сонымен деген дұрыс, барлықтарыңыз рахмет, мен танып біліп жатырмыз міне. Жақсылықта кездесе берейік. Мына Розаның туған туысқандарына рахмет. Үлкен болса да бәрі жүгіріп жүр мына жерде. Өткен жолда қуанып. Енді сіздердің қуаныштарыңыздың бәріне ортақпыз енді. Осы жерде жақсылық бола берсін. Той бола берсін. Келесі жылы осы жерде кішкентайлы болып, тағы осындай басымыз жиналып, жақсылыққа жете берейік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Балаларыңыз бақытты болып. Осы ана баласы жақсы болса, ата-ананың қуанышы сол екен. Е? Біз өз баламыз жақсы болса жақсымыз ғой. Тек қана солардың жақсы деген хабар естейік. Сен енді сыртта жүресің, енді қорықпаймыз, ашық қалдың ба деп апаңды уайымдамайды, шыққан уайымдамайды, қасыңда жолдасың бар, Гүлжайна сені жайнатып жүреді. Ал, сөйлеңіздер я. Екі шағамыз келе қалды. Түрін сүресін еді. Ал енді кісілер, алдымен сіздерге келін болсын айтайын. Келін болсын. Мына біз әсілменен берікпенен көш қуалы 20 жылымыз. Біз әзиярымыздың кішкентай күнде сүндет тойына келгенбіз. Сүндет тойда небір жақсы тілектер айтылады. Жаңадан бірінші классқа барсын, тарыдай болып, кіріп, таудай болып тілегеніміз оның осы баланың оқу бітіргенін көрсеткені, үйленгенін көрсеткен еді. Алла әмин деді, сол жақсылыққа ортақтасып келе жатырмыз. Енді берік әсем, өзің қандай әсем болсаң, қандай үлгі келін болсаң, келін өзіңе тапқан болса жаман болмайды. Bizim köşedeki en inançlı, ibalı, жақсы келінler. Келін қайненен топырағынан дейді, топырағынан жаралсын. Жақсы келін болсын. Сіздерге жан-жағына мейірімнің шуағын шашып жүрсін. Есіктен кіргенде келіннің өсуінде қас-қабағына қараймай. Келін жақсы болып, әйтеуір бір шайнек шайын жүгіріп келіп, ата деп, апа деп иіліп, қабағын ашып, бір шына қара су берсе де, шайын берсе де, адам риза болып көңіл болып қайтады. Сол бақытты сендерге тілеймін. Сен екеуің қандай жақсы тамаша семья болсаңдар, әбзиярымыз сондай жақсы семья болады. Әбзиярымызды біз титтайынан жақсы көреміз. Семьямызбен ағасы келіп жақсы көреді. Денсаулық болсын, семьяң жайқалып өссін, жапырағыңа тереңге жайып, бәйтерек болып, сен де мына мамаң менен папаң сияқты үлкен семья болып, инабатты, ибалы, салих семьялардан болыңдар. Алла келесі осы уақытта сендердің бес тойларына, шіркетханаға араласып, бір жақсы аралас семья болыңдар сендердің мамаң мен папаң сияқты. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Алланың айтылып жатқан жаңағы барлық тілекті қабыл болсын, тек қана жақсылық болсын, той-тойласып, тойға жете берейік. Айкоша. Ал, Галбар. Сен де сөйлеп. Сен де көріш. Не көріш. Знаешь, сколько снимать? Приятно. Просто вот так держи и все. Вот это стоп, ладно? Әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болып, ойнап, бәріміз түйіп жасықта бастарымыз қосылып,
жүре беріңіздер, бала-шағаларыңыз рахатын көріңіздер. Сол тек қана жақсылық тілеймін. Өсіп көбейе берсін. Al tabii siz de küreklerine kolsuz koy. Vatanınızı verip koyunuz. Yok canım. Söz söyleyeyim bak. Söz söylüyorsunuz yani. Jastlar bak. Resmimin akıl oldu. Tezdiğim otur. Onu berip, Asem. Жасап жатқан беташаларың құтты болсын, бедерің сау болсын, бастарың аман болсын, екі бала бақытты болсын, саған арманына жетсін, үбірлі шүбірлі болсын, осы үйден той кетпесін. Екінші артынан шай бар еді. Сценарий бойынша сондай. Сондықтан да мына жақсы жармырыс деп бағанадан бері бүткіл көпшілік әулеттің үлкендері аталарымыз, аналары сөйлеп жатса дұрыс пен бір ғой. Енді қалған тілек ниеттерді мына тәтті шайға қалдырсақ қалай қарайсыздар? Жаңбырменен желі көреді, батаменен желі көреді деп жаңа ғана мынау қасиетті қазақтың мұсылманның ұрпағымыз ғой. Ақылас жасап, мұсылманға қол жайып, бата беріп, ас қайырсаңыздар. Немен ба? Астадалық болсын, деге саулық болсын, басымыз амандық болсын, Қазақстанымыз аман есен болсын, екі жастың үлкен бақытты болсын, халқымыздың бақтаулығы секілді. Есіктеріңіздің алды ой болсын, қораларыңыз толған қой болсын, қазандарыңызда қайнаған кіргілдеген май болсын, дәл бүгінгідей көңілдеріңіз жай болсын. Көптің тілеуі қабыл болып, Алдияр мен жаңа келін Гүлжайна болашақта иманға бай болсын, болашақта мінгендер тай болсын. Тебя снимут, ты что-то скажешь. Привет. Привет. Красавица моя. Әкесі бар, балалар болады екен, аспандағы айды әпер деген. Ақыл оймен ойланып қарасақ, әке деген алдыңдағы парасат. Ана мейірі күн көзіме парапар, тұла бойда қуат болып таралар. Әр қашанда жүрекке жылу беретін, көп жасасын ақ жаулықты аналар деген. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам, пайғамбарымыз Мұхаммед, ананы құрмет санаған, анаға мәңгі борыштар, елдегі бардық данадам дейді. Көп жасаңыздар. Мен сөйлейді берсеңіздер, сөйлей берем. Жыбырлаған ауыз сөйлеуін қоймайды дедім. Дегенмен де еліп аяғамыз келіп отыр, міне жастарға бір батаңыз беріп қойыңыз. Содан енді ал, көпшілік қауымға бүгінгі жиналып отырған қуаныштарыңыз,
Көрші көлең ең жақыны көрші дейді ғой. Сіздерге рахмет. Ортақ болып орталарында отырып. Үлкен дастарханда екі жастың бақытын тілеп, батасын беріп, жаңағы ақ тілектеріңізді айтып отырсыз. Ағаларына, жездемнің рахмет келіп, осындай уақыттарында жасап жатқан. Не дейміз, балалардың бақытын тілейміз бұл өмірде. Заманымыз тиіш болсын, ең тиіш заман болсын. Сол жаңағы айтып жатқан тілектеріңіз Алланың құлағына салып, екі баланың басынан әрқашан бақ береке кетпесін. Ортамызда ойнап, жайнап, күліп жүре берсін. Біз соларға тілеушіміз, әрқашан солардың тілегін тілеп, үлкен кісілердің берген батасын алып, батамен жерге көгерте, солай елге көгерте. Сондықтан сол көгеріп, көктеп, өсіп, өніп, ары қарай жұмыстарын істеп, оқуларын бітіп, үлкен бір жақсы шаңырақ болсын, үлкен бір семья болсын. Арасында бар үйлеріне шай ішіп кетуге. Енді бірінші көршілер бар ғой, ол алдиярдың үйі бар екен, бас шай ішіп келейік деп. Сол сияқты үлкен шаңырақ болсын, береке бірлікте болайық. Әріміз, осы еліміз, жұртымыз тиіш болсын. Мал бас, барлықтарың үйде той, томалақ осындай жиын кетпесін. Жаманшылық артамасын, әрқашан жақсылықты айтып, жақсылықта жүрек. Рахмет сіздерге келіп уақыттарыңызды бөліп отырғанға. Мен не айтамын, балаларымыз бақытты, үлкен семьялы, сондай алдыдан үлкен жерден көріне берсін. Біз солардың тілеуші тірегі болып, артынан жүре берейік. Аманшылықта, жақсылықта кездесе білейік. Енді сізден кейін жеңген сөйлей ма? Біздердің бәрі ертең үйге барып шай бермей қойсын. Үйдің ауа райын ойлау керек. Иә, сондай. Бұл тиіс ұйықтап шайын ішіп ойласам. Алдияр мен тойында беташар тойы болып жатыр. Көтерген шаңырақтар биік болсын, керегелері кең болсын. Туған туыс, ағай туысты шақырып беташар той болып жатыр. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осы дастарханда осы шаңырақта айтылған тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынып, тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынып, аман есен болысына Берік пен Әсияның ұлы мен қызы үлкен не болсын, үлкен әулет болсын деймін. Осы Алдияр бастаған, осындай Алдиярдың Беріктің әулеті деген үлкен тамырын жайып, кейін қазақтың бір үлкен азаматы болсын. Аман болыңыздар, барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Бақытты болыңдар. Апасы мен атасы аман болсын. Мына жақтан нағашы апасы мен атасы. Нағашы апасы деген мен аяқ қолы жерге тимей жүгіріп чапқылап осы немереміз деп. Барлықтарыңызға, аяқ қолдарыңызға дерт бермесін, аман есен болыңыздар. Бақытты болсын екі баланың бақыты үшін. Күшті болдық, тамаз, үйге жақсы шай ішетін болдым. Айтқандарыңыз келсін, мұна нағыз өмір үйленгеннен кейін басталады ғой. Өйткені ыстығы да, суығы да болады, бірде көл, бірде шөл. Жалпы мұна ата-ананы, әйел затын құрметтеп, қадірлеп, қастерлеу керек деп жатамыз. Әйел сенің ақылшыңда серігің, болмаса әйел түсінеді сенігін. Әйел сенің мойнындағы тұмарың, әйел сенің сұлулығың, көрігің. Әйелдерсіз қызық емес сауығың, олар жоқта қара түнек бәрі мұң. Көңілің болмай мына өмірден зеріксең, әйел алшы бауырым. Өмірде бар небір өткел қиын қыстау кедергі, сондай кезде сүйген жандар бір-біріне сенеді. Қыздарымыз қылықты болып, қылықты болса оған жұрт қарайды. Ондай келінді бақытты қылу төрдегі отырған Алдиярдай мырзаның қолынан жарайды. Бақытты болыңыздар. Енді ақ тілекке жалғап, міне осы жерде отырған ортамызда Әсем жатеміздің Асқартаудай ағасы келіп отыр екен. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, арысы бар, әпкесі бардың шәпкесі бар, жеңгесі бардың пеңгесі бар. Енді осы жерде ағасы тілек айтсын. Бақтияр. Әпкелері, жезделері бар. Түгел шақырып. Үйге келінге отыр. Үлкен жақсылық. Осы екеу болып жатыр. Бәріміз қуанып жатырмыз. Кімді аттың айтайын? Қосағарымен қосағар бақытты бол өмірде. Апамның жемісін жегіз.
Ömürde бар жақсын тілеймін. Сатқандар рахман қайнала. Келген қонақтарды бәріне рахмет осындай. Әрқайсы үйлеріңізде осындай бір жақсылық болсын сіздердің. Ömür жастарыңыз ұзақ болсын. Айтқаныңыз рахмет. Бүгін енді кереметте бір үлкен ат-түйенің қарын жарылғандай бүгін үлкен кереметте бүгін үлкен күн. Өйткені алдиярымыз үйленіп отыр, бет ашар болып, үлкен кісілер шақырылып, мінекей апа әже, көрші olan туыстар бәрі жиналып, баталарыңызды беріп отырсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Айтқандарыңыз алмен, Алланың құлағына шалсын. Барлығы жақсы болсын. Екі жас бақытты болсын. Махаббаттары баянды болсын. Балалары көп болсын. Ата-апаларына немере шөбере шөпшек сүйдірсін. Жақсылығын көрсете берсін. Екі жаққа да мейірімді болсын. Екі апа ата әжелеріне. Ең бақытты жандар, төрт көзі жана Тәте айтып кетті, төрт көзі түгел деп. Расымен де ең бақытты ата-ана болған кезде ешқашан бала өзіне сезінбейді, өзін бақытты сезінеді екен. Расымен де. Сол енді неден енді осы екі жас бақытты болсын, өмірлерінде тек қана жолдары ашық болсын, жұмыста табысты болсын, достары көп болсын, өстіп туыстары көп болсын, әрқашанда. Сол енді жақсы болсын, өмірлерін баянды, бай қуатты өмір сүріңдер. Включи вентилятор. Той болсын. Жемісін жегізсін алдиярмен кейін берік. Осы үйде той болсын тек қана. Соның үшін. Бәрі отырған осы жерде денсаулық бәрінде тілеймін. Бәрінен үйде той болсын. Бақтияр. Бүгінгі осы түскен келіңіз құтты болсын. Бірінші аталарын, апаларындай берік әсер құтты болсын. Жастағы алды бақытты болыңдар. Әрқашан осылай жастар қандарын тойға жайылсын, қонақтарын толып жақсы болсын үйде. Ата-апаларына шөбере сүйгізіңдер. Ата-аналарға немере бастарына бас қосылай берсін. Бақытты болыңдар. Бәрі отырғандарға денсаулық тілеймін. Үйлерінде осылай той, тумалақ бола берсін. Жақсылыққа жиналайық. Менің әпкем сөйлесін, әкемен түсірейін. Болды, өзім түсіре берем. Өзім түсіре берем. Видео операторға Сіздерді түсірем. біреуге беретінміз. Жоқ, болды. Маған берсін түсірейін. Алды айтамыз. Осындай жақсы күнде, әсем берік күнде осылай жақсы дастархандарда отырмыз. Осы екі жас бақытты болсын, Алдияр балам, Жайна қызымыз. Сіздерге де аға, тәте, пап, мам, келіндеріңіз құтты болсын. Айтам, аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар. Осы жерде қаншама жақсы тілектер айтылып отыр, солардың бәріне қосыламын. Тағы жастарға айтатыным, армандарың алатаудай биік болсын, көңілдерің шат күлкідей ортақ болсын. Әрқашан қуанышты, бақытты болыңдар. Мен сендерге айтылған тілегім болсын. Ой, бәрекелді. Қандай керемет. Айтқандарыңыз келсін. Сіз эстрадамен айтасыз. Арасында бір домбырамен айтасыз. Домбырамен айта бер. Тайзыға домбырамды берші мағанды. Ойдақ кезде өнер болған. Сіз айтасыз. Сарбалар жақсы. Айдас бір ән жіберсе. Рахмет. Жоқ.
Айбасаға айтсаң, сіз айтып жүрсің. Ben de gördüm ayı. Ha. Doğru'nun çekeceğiz. Ne айтты? Жоқ, баяғыда Айбасаға айтатын, білемін. Ya айтады, жақсы айтады. Айбасаға жалғыз сөз отырады. Айбас. Baştan aysan var баяғыда. Соны өзің Біз эстрадамен. Жоқ, енді жанды дауыс. Балалар бақытты болсын. Барлықтарыңызға Алла тағаладан сұрайтыным денсаулық біріншіден. Менің інім. Бақыт келешекте. Сол кішкентайлар жаңағы жастардан немере шөбере сүйейік бәріміз. Балалар бақытты болып, бәріміз аман есен болайық. Айтқаныңыз келсін. Болсын. Ой, мен сені деп. Біз ерте бастап кеттік. Сол үшін де айып етпеңіздер. Мынау жақсылыққа ортақтасып бір жүрек жарды тілек айтып, ниет білдіріп қойыңыздар, жастарға баталарыңызды беріңіздер. Нардай нағашыларға бір қол соғып қойып. Өйткені нағашылардың жөні бөлек, орны бөлек қой. Ал енді құрметті қонақтар, жастарға тілейтінім бақыт болсын, денсаулық тілеймін, аман есендік тілеймін, үйдің іші балағат болсын, сырты малғат болсын, бәріміз аман болайық. Қадамдар құтты болсын, береке болсын, осы үйге келіннің қадамымен бар жақсылықтың бәрі келсін. Барлықтарыңыздың бастарыңызға осылай жақсылық тілеймін. Аман болайық. Айтқаныңыз. Рахмет. Алару. Да, бір ауыз айт. Ралка давай. Жастар бақытты болсын. Бір айым, бірі күнім деп арттарынан жұлдыздарын еріп жүре берсін. Жақсылыға келсін. Осы үйдегі дастархан тек жақсылық қана жайылсын. Сол бақытты болсын, бәріміз аман есен болайық. Жандарым олсын. Қолды. Бәрі араласып кетті. Подозрение болды. Ал енді бір ауыздан тағы да тілегімізді жалғастырмақ. Енді осы әулеттің құрметті келіні бар екен. Жолдасы белгілі себептермен жұмыста қызметтеген. Енді сол келіні бір ауыз сөйлесе, бір ауыз айтпайық. Мүшеден сүре деді ғой. Немере келіндеріңіз құтты болсын. Басқан қадамыңыз болсын. Екі жас бақытты болсын. Осы айтылған екі жас бақытты болып осы әулеттің осы көтерген шаңырақтардың астында баланың бұлдыры, әншінің сылдыры естілсін. Дендері сау бақытты болсын. Өздеріңізді бәрімізден қуатты, бай болайық. Иманымыз Амин. Менде баяғы суреттер бар ғой. Бізде әншімен түсіп жатыр ғой. Әншілермен түсіп бізге потом.
Әншімен жақсы әнші бала. Термештеріне ме жаңа? Ал енді құрметті ағайын, жақсылық ортақ, абай ортақ. Енді мына қарап тұрсақ, әрбір ата-ананың қуанышы, ұлын ұяға ұшырып, қызын қияға қондырып, жаңада айтып жатырмыз ғой, келін алып, қыз ұзатыңыздар. Әр шаңырақта сонау баяғы атадан балаға жалғасқан салт дәстүрін қай қазақта қарасаңыздар үйінде той жақсылық болады. Сол баяғы үрдісті жалғастырып, бұрынғы соңғының жолын бастап, құда түсіп, сырға салып, қыз ұзатып жататын қасиетті қазақтың ырым-сырымы, салт дәстүрі жалпы көп қой. Сондықтан да сондай әр қазағымның шаңырағынан осындай жақсылықтар үзілмесін, тек қана жақсылық болып, той қуаныш бола берсін. Бақыт құсы осындай келешек жас ұрпаққа қона берсін. Үлкендеріміз қосағымен қосағарған, әлі талай қызық күндер тосадалдан, өркендеп өсті міне ұрпағыңыз, сол емес пе тілегіміз жасағаннан дейді. Алладан тілеген тілек арман ниетіміз әрдайым қабыл бола берсін. Жеңістер мен жеңілістен тұратын, тірлік күрес жеткіземе мұратын, сол тірлікте керек екен бір адам, жүрегімді жақынырақ қоғатын, сол адамның жақын болар аты тым, бөлісуді жақсылығын уақыттың, сол адаммен жеңілірек жүгіңде, сол адамға байланысты бақытың, сен ешқашан шығарма сол санадан, қасіреттен, қайғы-мұңнан, наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан, құтқармайды одан басқа жан адам. Түсінбеске түсінді де жорытпа, жүрсең дағы жол үстінде жорықта, сені сүйетұғын өмірде жан барда, басқаларға басың дейме, қорықпа. Сен ешқашан шығарма сол санадан, қасіреттен, қайғы-мұңнан, наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан, құтқармайды одан басқа жан адам. Жалғыз жүріп жол табам деу далбаса, жігіт болсаң жар табуға қам жаса, ол бар жерде сен өзіңді зор сана, ол бар жерде басқа бақыт аңсама деп. Жандарың жаз болып жүріңдер, күліңдер бірге күліңдер, жұптарың өтсін жазылмай, сыйласып өмір сүріңдер деп. Алдияр мен келінге тек қана бақыт тілеймін. Біз кешегі көшпен елміз, ойдан қырға көшкен елміз, қырдан ойға көшкен елміз. Өйткені біз кешегі көшпен елміз. Құшағы шүйгіл жайлауында, өріс болып қойды ауылға, бей алдында сөзге тоқтап, барлық дауды шешкен елміз. Көкпар тартып жамбы атып, құс қанаты әнді ұнатып, тәңірден деп таңғы батып, қонағына қолды ұрған, алты бақан аясында тербетіліп тұрды думан. Егін жерде ескен елміз, бұлт таяу көшкен елміз. Өйткені біз кешегі көшпен елміз, көш болған елміз, қыстауға кеп қонған елміз. Егін егіп қала салып, аттан түсіп аласарып, ғылым қуып ғарышқа ұшып, ғарыштан да алыс ұшып, өркениетті өскен елміз. Көк байрақты қазақия, біз кешегі көшпен елміз. Көшпен елдің ұрпағымыз, жақса өнге шырқарымыз біз. Бүгінгі қасиетті қара шаңыраққа, арнайы беташарға, алыстан ат терлетіп, ақ тілекпен, шын жүрекпен хат жіберіп, осы бүгінгі Алдияр мен жаңа келіннің қуанышына қош келдіңіздер деп. Енді лайым осындай той қуаныштан айырмасын, дегенмен де мынау көптің тілеу көл болады деп, осы жерде әр қайсымыз жақсы тілегімізді, ниетімізді білдіріп жатырмыз ғой. Сол ақ тілектердің нүктесін қойып, бірауыз осы қара шаңырақтың иесі де, киесі де, осы Берік ағамыздың, Әсем тәтеміздің
бір ауыз 90 ауыз сөздің толықтай түйіні болады деп, бір ауыз рахмет лебізін білдірсек деп, бір қошемет деп. Осындай асықпай ол артынан жібектей қыз өсіп тәрбиелеп отырған иманды ұрпақтың, иманды шаңырақтың тізгін ұстап отырған менің жаңағы спорт өнеріндегі ұстазым, Асқар Таудай ағам, алтын тонды жағам, Берік ағамызға бір қошеметтеп қойыңыз. Ассалаумағалейкум. Өстіп келіп, қуанышқа ортақтас болғандарыңызға бәрілеріңізге рахмет. Еден бәрілеріңізге осындай жақсылық тілеймін. Өстіп сыйласып, өстіп жүре берейік. Сол бақытты болыңыздар, өстіп осындай қуанышқа сіздер де жете беріңіздер. Өстіп сыйласып жүре берейік. Айтқаныңыз келеді. Ау, тұрғасын. Барлықтарыңызға рахмет, Аллах разы болсын. Осындай той, жақсылық, жұғысты болсын. Сол айтарым. Қысқа әрі қысқа. Енді міне қабыл болсын, тек қана ой қуанышымызға жүзіміз жақын, көңіліміз алтын. Мына келінді жақсы үйдің керегесі алтын дейді ғой. Осы жаңа келіндеріңіздің арқасында көңілдеріңіз әрдайым жарқын, керегелеріңіз алтын болып жүре беруге Алла нәсіп етсін. Енді сыйлай бер осы елдің анасында, атасында бәрін бөліп жатасың ба? Одан келсе, төрдегі үлкен ақсақалдан бата сұрайық. Ақсақалдың ықыласы ақ батасында деп, аумин деп бата беріңіздер. Қабыл болсын.